Қош келдіңіздер, құрметті марафоншылар. Бүгін екінші сабағымызға да келіп жеттік. Сабақтың мазмұнын сіздерге түсіндіре өтейін. Бүгін біз Facebook аккаунт ашамыз және рекламный страница ашамыз және банк картасын тіркейтін боламыз. Сабақ арасында сіздерге құпия ақпарат берілетін болады. Тек қана тапсырманы орындаған жандарға ғана беріледі. Сол үшін барлығы мұқият тыңдап, тапсырманы орындауға тырысыңыздар. Біз қазір Facebook аккаунтқа кіреміз. Егер сіздерде новыйдан ашу керек болса, создать аккаунт Facebook деп тұрады астында. Соны басатын боламыз, и далияны басамыз. Мына жерге өздеріңіздің имейларыңызды жазасыздар, жақсы ма? И далияны басасыздар. Бұл жерде өздеріңіз, мысалы, өз аты жөндеріңіз жазасыздар. Баева. Далияны басамыз. Мына жерде әркім өзінің туған күнін жазады. Мен бұл жерде жай жазып өтіп жатырмын. Так, бұл жерде женский дейсіздер, өздеріңіздің нелеріңізді таңдайсыздар, полдарыңызды. Мына жерде өздеріңіздің қандай нөмірмен ашасыздар, сол нөмірді таңдайтын боласыздар. Мен бұл жерге любой нөмірді жазып жатырмын. Сол себепті сіздер өздеріңіздің нөмірлеріңізді жазасыздар. Осы жерге өздеріңіздің осы Facebook аккаунттың паролін жазып енгізесіздер. Менде Facebook аккаунт ашылған, сол себепті мен Facebook ашпаймын. Сіздер дәл осылай ашсаңыздар болады. Так, бізде қазір өзіміздің ашылған Facebook аккаунтымыз бар. Соған кіреміз. Мінекей, сіздер Facebook аккаунтқа кірген кезде дәл осылай болып тұрады. Біз жоғары жақта тұрған 3 сызықтың үстін басамыз. Бұл жерде біз страница ашамыз. Сіздер мына жерде жоғары жақта қарап тұрсаңыздар, сары жалауша тұр, страница деп, сол жерді басамыз. Егер кейбіреулерінде былай болады, мына жерлерде тұрады сары жалауша, ал бізде жоғары жақта тұр. Әркімде әрқалай орналасқан. Так, біз жоғары жақтағы пульстың қасында создать деп тұр ғой, соны басып біз страница ашатын боламыз. Начать. Страницаның атын өз қалауларыңыз бойынша аша аласыздар. Өздеріңіздің аты жөндеріңізді жазып ашсаңыздар болады. Немесе өздеріңіздің қазір таңда немен айналысып жатсыздар, сол салаңыздың атымен ашсаңыздар болады, өз еркілеріңізде. Мен қазір өзіміздің аты жөнімізбен аша қояйық. Далее басамыз. Бұл жерде өздеріңізде қандай категорияға жатасыздар, соны іздеп мына жерден тапсаңыздар болады. Біз қазір осы жерде шығып тұрған категорияларды таңдайтын боламыз. Так, далее басамыз. Бұл жерде біз өзіміздің тұрып жатқан мекен жайымызды жазамыз. Жақсы ма? Алматы болса Алматы, Шымкент болса Шымкент, Астана болса Астана, өз қалаларыңызды жазасыздар. Неге мына жерде біз Алматыны таңдап алдық. Так, далее басамыз. Мына жерде астында тұр ғой, о менен сайт нет деп. Соны басасыздар да, и далияны басып кетесіздер. Болды. Мына жерде добавить обложкаға фото қоясыздар, өздеріңіз қалауларыңыз бойынша. Өздеріңіз білесіздер, қандай фото қойсаңыздар да, жақсы ма? Өз фотоларыңызды қойсаңыздар болады, немесе картинка қойсаңыздар болады. Добавить, тоже осы жерге де фото қоятын боламыз. Сохранить етеміз. И готов. Болды, бізде страница ашылды. Дәл осылай нөмірлеріңіз шығып тұрса, жаңа назадты басамыз, назадпен шығып кетеміз. Пока что ештеңкесіне тиіспейміз, бізде страница ашылды. Осылай бір обновить етіп аласыздар. Үшін сонымен Facebooktың ішіне кіремізде обновить етеміз. Біздің ашқан страница осы жерден шығады. Неге?
мінекей бізде ашқан страницамыз шықты. Көрдіңіздер ғой, иә? Камшат Ускенбаева деп шықты. Так, дәл қазір біз реклама аккаунттың ішіне кіретін боламыз. Мына жерде жаңадан ашылған аккаунттың ішіне кіру үшін мінекей мына жерде аты жөніңіз шығып тұрады, Facebook аты жөніңіз. Соның ішіне кіретін боламыз. Так, бізде ешқандай реклама жіберілмеген. Так, бізде дәл қазір жоғары жақта үш сызықты басасыздар. И мына жерде платежи деп тұрады. Платежиға кіресіздер. Осы жерде сіздерде карталарыңыз енгізілмей тұрған болуы мүмкін. Если енгізілмей тұрса, добавить способ оплаты деп тұрады. Соны басып енгізесіздер. Бізде енгізіліп қойған, мінекей өзінің белгісі тұр. Способ оплаты деп тұр ғой. Бізде уже енгізіліп қойған. Ал сіздер енгізетін болсаңыздар, добавить способ оплаты да басасыздар. Есте сақтаңыздар осыны. Басқаннан кейін бізде мына жерде страна, регион деп шығады. KZ дейміз, Қазақстан дейміз, иә. Валюта шығады. Өздеріңіз рубль болса рубль таңдайсыздар, доллар болса доллар таңдайсыздар. Тек екі ғана осындай валютаны таңдай аласыздар. Доллар немесе рубль. Өздеріңіз білесіздер. Ал часовой пояске осылай тұра берсе де болады. Немесе осы жерден пульс алтыны таңдап қойсаңыздар да болады. Өз еркілеріңізде негізі. Так, бұл жерде біз далені басып, осы жерде біз өзіміздің картамызды енгізуіміз керек. Так, мына жерде бізде далее шықты. Мінекей. Мына жерде бізде картаның аты жөнін жазасыздар. Өздеріңіздің карталарыңыз қолдарыңызда болу керек, онлайн ашылмау керек. Онлайн ашылған карта енгізілмейді. Карта міндетті түрде болу керек. Өздеріңіздің имя, фамилия жазасыздар, нөмір, картаның сыртындағы нөмірі тұрады ғой, соны жазасыздар. И астына үшінші қадамына сіздер жарамдылық мерзімін жазасыздар. Ал ең соңына біздің картада артында жазылып тұрады ғой, 3 код, соны жазатын боласыздар. Егер сіздер картаны енгізбес бұрын сіздердің Каспий Голд карталарыңызда доступ ашық болу керек. Егер сіздерде доступ ашық болмаса, ол карта енгізілмейді. Бізде карта енгізілген кезде $1 алады да сіздерге обратно қайтарып береді. Ол Facebooktың сіздің картаңыздың жұмыс жасап тұрғанын тексереді. Егер сіздерде доступ ашық болмай картаны осылай енгізе беретін болсаңыздар, қайта-қайта ошибка деп шығатын болса, сіздер уже қате енгізіп жатсыздар. Сіздерде доступ ашық емес. Сол үшін бірінші доступты ашасыздар, лимит аласыздар. Ол жерде сіздер главный өздеріңіздің кодтарыңызды жаңағы Каспийдегі ешкімге көрсетпесеңіздер болғаны. Бізде Facebook ең сенімді сайт, артық ақша жемейді. Бізде картаны енгізген кезде алғашында сіздер валютаны қандаймен қойдыңыздар? Доллармен қойсаңыздар, сіздерден $1 алады да обратно қайтарып береді. Секунд арасында 1-2-3 секунд салып қайтарып береді. Өйткені сіздердің карталарыңыздың жарамды немесе жарамсыз екенін тексереді. Так, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгін біз Facebook аккаунттың ішінен страница ашқан болатынбыз. Дәл осылай страница ашасыздар және маған скриндап белгілеп жібересіздер группаға, өз админдеріңізге жібересіздер. Жақсы ма? Админге жібересіздер, группаның админіне. Так, бұл жерде сіздер ашқан страницаларыңызды белгілеп жібересіздер. Көп страница аша бермеңіздер және ашқан страницаларыңызды қате аштым деп өшіруге болмайды. Facebook сіздерге екінші рет страница ашуға запрет қойып тастайды. Сол себепті страницаны көп аша бермеңіздер және ашқан страницаны қате деп өшірмеңіздер. Ол ашқан страница қате болмайды мүлде. Өздеріңіз главный жаңағы атауын дұрыс қойсаңыздар болғаны. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгін сіздерге өте көп пайдалы ақпараттар бердік. Барлығын мұқият қарап орындап группаға жібереміз. Сіздердің тапсырмаларыңыз міндетті түрде тексеріледі. Және де бізде сабақты орындаған жандарды біз керемет сыйлық беретін боламыз. Өте құнды ақпарат сіздерге арналған.